Экология министрі киіктердің мәселесін ғалымдарға сыра салды. Президенттен сөз естіген Серқали Брекешевтің бір аптада ойлап тапқан амалы осы. Ғалымдардың толыққанды зерттеуінен кейін ғана ақбөкендерді азайтуға қатысты нақты шешім қабылданбақ екен. Тоқаевтың сөгісінен соң экология министрінің әр басқан қадамы бұрынғыдан бетер елдің назарында болмақ. Жарты жылда нәтиже шығармаса, Серқали Брекешевтің отставкаға кететіні рас па? Айғаным Достанбай сабақтайды. Президенттен сөз естіген экология министрі Күлтөбеде күнде жиын өткізіп әлек. Бүгінде арнайы брифингте мемлекет басшысының тапсырмаларын пысықтады. Кесіп пішкен тон келте болмайды деп Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі Брекешевке киіктердің мәселесін жан-жақты талқылаңдар деп ескерткенімен елеп отырған министр жоқ секілді. Киіктерді атпаңдар деп шырылдап жүрген бір топ белсендіні бүгін брифингке кіргізбей қойған. Экология министрлігі бүгінгі күнге дейін нақты ұсыныс айтып, пікір айтқан азаматтармен бас қосқан жоқ. Олар өздерінің сөзінен аспайтын, өздерінің ықпалынан шықпайтын, тек қана бас шұлғитын дармен жиналысын өткізіп, қайтадан қоғамда наразылық туады. Киіктермен күрес қазір министрліктің бас ауруына айналды. Экология министрінің ыңшыңсыз шешетін шаруасына президенттің өзі араласуға мәжбүр болды. Белгілісі киелі жануарға бүгін ертең қару кезенбейміз. Басқа малын қарастыруға жауапты министр қаражат керек дейді. Қысқасы ендігі үміт ғалымдарда болып отыр. Киік қазақ үшін киелі жануар, ұлттық брендімізде деуге болады. Оны сауатты басқару біздің алдымызда тұрған міндет, үлкен міндет. Барлық пікірлерді ескеріп, міндетті түрде ғылыми орталықтармен ақылдасып жүйелі түрде шешу қажет. Ақбөкендерді ату туралы шешімнің асығыстығын ведомствода мойындап отыр. Уақыт тығыздығынан осындай қадамға бардық деп ақталды. Ал белсенділері Батыс Қазақстанда өріп жүрген 800 мың бас киіктің тең жартысын бетпақдаладағы бос жатқан жерлерге айдауды ұсынып отыр. Сондай-ақ киікті өсіруді ауыл шаруашылық бизнесіне айналдырайық дейді. Киікті биылғы жылға атуға болмайды, ол категорически. Неге? Өйткені ешқандай инфраструктура, оны өңдейтін, оны соятын, бауыздайтын, қасаптайтын, арғарай оны сақтайтын, одан кейін жаңағы сауда желісіне шығаратын бір инфраструктура дайын емес. Киіктерді азайтудың амалын іздеп күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылған экология министрі алдағы жарты жылда сыйақы мен үстемақыдан да қағылады. Себебі президенттік сөгістің жазасы сондай. Мемлекеттік қызмет тәртібі бойынша сөгіс алған шенеунік 6 ай бойы қандай да бір нәтиже шығара алмаса, қызметтен шеттетіледі. Бірақ түпкі шешімді президент шығарады. Айғаным Достанбай, Санат Иманғали, Айбат жаңалықтар қызметі.